бүгінгі видеода осындай ерекше көрінетін әрі дәмді, жұмсақ нанның рецебімен бөлісетін боламын. Менің кеңестерімменен жасап көріңіздер. Рецеп өте оңай, бірақ барлық заттың исключениялар болады. Оны видео барысында айтып өтетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Описаниеде қалдырып кеткен ингредиенттердің ішіндегі именно ұнды көбірек салуға болмайды. Қамыр қатты болып қалса, онда нанымыз да қатты болады деген сөз. Яғни қытырлап қатты емес, тығыздығы жағынан қатты болып қалады. Сондықтан мөлшерінен көп асыра сілтеп қолдануға болмайды. Қолыңыз кішкене жабысып жатса, сұйық май қамырға сіңгенге дейін илеп алғанымыз жақсы. Пищевой пакетпен бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Мен духовкада ыстық қайнаған суменен қойып осылайынан ашытып аламын. Завтрактар үшін гренки, бутерброд жасағанға өте ыңғайлы келетін бірінші батондарды жасадым. Ол үшін екі бөлікке бөліп алып, осылайынан жайып аламыз да бүктеп аламыз. Бұлардың барлығын 20-25 минуттай бұны мен кішкене тындырамын. Бұлар үлкейіп, әдемі болып үлпілдеп шығады. Артынан осылайынан жайып, бұлардың барлығын біріктіріп, батонның фигурасын жасаймын. Бұлардың барлығын бетін жауып, жарты сағаттай бөлме температурасында бетін жауып, одан кейін противенге салып, 180 градуста 40 минут пісіріп алатын боламын. Формасын жоғалтып алмас үшін, яғни пісіп жатқан кезінде бұлар ашылып кетпес үшін осылай түйіп бір-біріне жабыстырып алатын боламыз. Мен бетін жай ғана сулап аламын. Сіздер жұмыртқаның сарысымен немесе сухой молоко бар ғой, соны суменен аздап араластырып жағып жіберсеңіз де кондитерлік үйдегідей өте жылтыр болып шығады. Екінші нанның түйу тәсіліне келетін болсақ, көріп отырғандарыңыздай 6 бөлікке бөліп алдым. Оны 3-3-тен 2-ге бөліп алдым да орай бердім. Бұл өте оңай жасалынады, әрі әдемі көрінеді. 6 бөлікке бөлдік қой, сол әр бөлігін 190 граммнан ала беріңіздер. Жалпы осындай өрілген ерекше көрінетін нандарды жасағанды қатты жақсы көремін. Сондықтан YouTube каналыма оны салып отыратын боламын. Егер нанды көп жауып қойсаңыз, морозилкада суығаннан кейін пакетке орап сақтай аласыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер басқа да идеяларды көргіңіз келсе, YouTube каналыма өтіңіздер, маған жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.